Assalamualaikum. Qadrli qonaqlar, және жерлестер. Бүкіл ғаламды жаратқан Алла пендесіне мейірімі түсіп, тек адамды ғана өзінің тарихын тегін білуге құштар жаратқан екен. Сондықтан да біз қай атамыздың ел билегенін, қай атамыздың батыр, қайсының ақын тағы болғанын білуге ұмтыламыз. Осында еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін әулие әмбиелерімізді білуге деген, оларды жоқтауға деген тілекпен ұштасып жатыр. Осындай тарихи тұлғаларымызды танып білу арқылы біз тарихымызды біліп, тарихымызға тағзым етіп жатырмыз. Осының бір нышаны осы бүгінгі ас ағайын. Жалпыға тұрған ғимаратты салуға, жан-жағын абаттандыруға, ас беруге атсалысқан азаматтар бұл әрекеттерін өздерінің бір мүддесі үшін немесе пайдасы үшін жасаған жоқ. Алыс жақыннан келген ағайындар бізді көруге келген жоқ тек қана. Бәріміздің ортақ мүддеміз аруаққа бас ие отырып, Алладан бабамызға қала берген өзімізге рахым сұрау. Осы тілегіміз қабыл болса, денімізге саулық, отбасымызға береке, елімізге бейбітшілік ынтымақ беретін сөзсіз. Осы мақсатқа жетуге біз үшін Алланың берген бір мүмкіндігі дүние қосуға емес, көңіл қосу. Атамыз көңіл қосқан жарасат деген. Сол көңіл қосудың бір белгісі, жаңа белгісі, жақында ғана мынау бабамыздың қасиетін Құрбан атаның ұрпақтары үлестерін қосып жарқырап тұрған екі күмбез орнатылды. Жақында кеше ғана осы Қарабұрға бабамызға арналған халықаралық ғылыми конференция өтті. Конференцияға Қытайдан келген бауырлар, Башқұртадан келген бауырлар, Қырғыздан келген осы Қарабұрның ұрпақтары қатысты. Кеше ол азаматтардың ары жоқтарын бірі кеше ас берді. Осы бауырларымыздың да ниеті қабыл болсын. Істерде Құдай береке берсін. Мынау аттың төменіндей Абхаз Республикасында 100-ден астам ұлт өкілдері 40 тілде 120 диалекті сөйлейді екен, ондаған діни бағыттар ұстайды екен. Әрине бұл өте күрделі жағдай. Оның қасында біз Қарабұраның бір тілде сөйлеп, бір тілде ұстап, бір мақсатты бағыт еткен бауырларымыздың бүгінгі мақсаты ортақ. Сондықтан осы бауырларымыздың барлығы бірге түсуге, бір жерінен, бір жағадан бас, бір жерінен қол шығаруға міндеттіміз, бұл біздің тарихтың міндетіміз. Енді алдарымыз шыққаннан кейін бірінші айтайын деген көңіл қосып, алыс жақыннан келген бауырлардың бабамыздың басына келгеніне қош келдіңіздер айтқым келеді. Екінші айтайын дегенім, мына шыққаннан кейін бір ойым бар. Оны қабыл етсеңіздер рахмет, қабыл етпесеңіздер өкпем жоқ. Оның бірі, мына өздеріңіз білесіздер, Әбіш Кекілбаев, Ілия Жақанов, Асан Әшіп, Бенат Дүйсенбиев сияқты ғалым, қоғам қайраткерлері осы Қарабұраның тарихын зерттеп, бізге көптеген материалдарды жеткізіп, көп нәрсеге көзімізді ашты. Дегенмен айта кету керек, біздің бабаларымыз қанша жерден жоқты болғанмен
тарихи жағдайға байланысты тарихтың бәрін қағазға хаттап қалдырып кете алмадық. Сондықтан арамызда арзан қол кітап, арзан қол материал жинап бізге таратушылар аз емес. Мен айтайын дегенім, бұл қорды құрғандағы біздің мақсатымыздың бірі жетімді жемеп, жесір демеу еді. Олай болатын болса, неге біз осы арамыздан бір ғалым шықса, жүрегінің жалыны бар, кеудесінің намысы бар азамат шықса, соған біз неге бір қолдау көрсетпейміз? Менің бірінші сұрағым, өтінішім сіздерден, біз осындай бір азамат табылса, соны қолдау көрсетіп, жан-жақтан тарихын мәлімет жинау. Қарахан дәуірінің тарихы белгілі себептермен Араб елінде, Парсы елінде, одан ғана Шығыс елінде қалған. Олар зерттеуге кім болса соның қолы жете бермейді. Сондықтан біз осыған көмектеп жағдай жасауымыз тиіс. Осыны қолға алсақ деймін. Екінші айтайын дегенім, мынау көршілес Жаңақорған ауданында Наймандардың бабасы Төлебек жатыр. Найман бауырларымыз аруақтарын жоқтауды бізден кейін бастады, бірақ ілгері кетті. Олар тек бұл сыр өңірінен шығып арқаға, онары Алтайға дейін осы бауырларын жоқтаудың әрекеттерін іс-шаралар өткізіп жатыр. Қабанбай батырдың ескерткішін барлық облыстарда қойып, оның бүкіл халықтың батыр екенін жариялап жатыр. Тіптен адам түгіл, батыр түгіл, би түгіл, құлагердің өзіне жасылықты, құлагердің өзіне ескерткіш қойды. Мен айтайын деген біздің бауырлар осы қара бұран әруен жоқтаудың шекарасын шегітсе деймін. Айтайын дегенім, осы мәселе қара бұран әулиенің әруен жоқтау мәселесі осыдан 20 жылдан бұрын басталған еді, көтерілген еді. Онда осы Созақтың азаматы, бәріміздің ардақты азаматымыз, колхоз ағамыз Суырдың 100 жылға толуына байланысты ас берген болатын. Сол астан кейін барып, бізде ұлттың намыс, ата-бабаның әруағын жоқтау намысы көтерілген болатын. Сонда бірінші болып біздің Түркістанда Шора Исмолдаев ағамыз, Серік Нұрпейісов ағаларымыз осы мәселені көтерді. Түркістанда бірінші болып шөкең ас берді. Осына жиналып осы мәселені қолға алдық. Бүгін міне 20 жыл осы мәселені атап өтіп отырмыз. Осы ас берушілерге көп рахмет. Ниеттері қабыл болсын, мұраттары асыл болсын. Рахмет. Бұдан кейінгі сөзді осы жиынды жүргізуді Түркістан қаласында үлкен театр бар, соның әртісі бауырым Айдарбек. Рахмет аға. Құрметті қауым, мінекей бабамыз жайлы қысқаша мәлімет айтып өтті Темір ағамыз. Алла разы болсын Темір аға сізге. Мына қазағымыздың салт дәстүрі бойынша ағайындар, мына асқа келгеннен кейін, дастархан басында отырғаннан кейін, мына өзіміздің бабадан келе жатқан дәстүр бойынша үлкен қарияларымыздан бата сұрасақ дейміз. Әкеңнен бота қалғанша бата қалсын дейді. Жер жауынмен көгерсе, ел батамен көгерер дейді. Сондықтан да мына оңтүстік Қазақстан облысымыздың ақсақалдар алқасының мүшесі болып келетін қариямыз келіп отыр осында қонаққа бүгін. Құдай берген қарияға, 90-ға келген абыз атамызға бата сұрап, сол кісіден бата тілесек. Артынан сосын бата соңынан Құран бап қалса. Құдай берген көкеміз ертіп келетін кісілер бар ма? Келіңіз аға. Оң ғасырымыз тарихы бар. Көке, қош келіпсіз ата. Батаңызды беріңіз мына елге. Бауырларыңызға, жастарыңызға. Қалием, құдірет, тілегімізді қабілет, иманымызды кәмілет. Өтмес пышақ, шабан аттан сақтағын, көк дауыл шайфу қатыннан сақтағын. Кеудесін керген келіннен сақтағын, мезгілсіз жеткен өлімнен сақтағын. Жаратқан ием, ұл берсең білікті қып бер, қыз берсең көрікті қып бер.
kelin berseň keliste kılıp ber, minnetin kölük berseň jeliste kılıp bergen. Elimiz aman bolsun, tınışlık zaman bolsun. Barlık halık aman bolsun. Ey jaratkan iyem, özün jar bolup halykka, jurtka, rızkı nesibe, ıntımak, birlik, bereke ber. Karabura babamızın jatkan jeri jaylı, toprağı torka jannattan bolsun. Ey jaratuşu iyem, osu jyın barlık wagtda, kelesi jakta wagtda da özünün kezegin ala bersin. Ata babamızın arvağı assaktay versin. Sonun arvağının arkasında halkın birligi, ıntımağı ulgaya versin. Az kabul olsun, el aman bolsun. Amin. Allahu Ekber. Rahmet Hafız ata. Sizin jasınızı osu oturgan barcha urpaqlarınızga bersin inşallah. Ағайындарымда бүгін асымызға Түркістан қаласының басы имамы бастап келген Омар Қажы ағамыз бастап келіп отырған бір топ діни қызметкерлер келіп отыр ағайын. Толық Құран шығар, Құран аудар, бабаға Құран бағыштауға келді. Және де осы асқа арнап Құран қырағаттап оқу сайысы өткен. Сол сайыстың жеңімпаздарын атап өткенге отыр ағайындар, ол кісілерге келіп отыр. Тамутов Бакрам, Ақылбек Берболат, Қожабек Дәулет деген кісілер, имам жігіттер. Осы сайысты ұйымдастырып, қазылар алқасы қазылық еткен, және де осы Түркістан қаласының бас имамы Омар Қажы мен Кентау қаласының бас имамы Исмаил Ыдырысұлы. Енді сол Құранды бағыштауға кезек келді деп отырмын ағайын. Бір Құранға да кезек берейік. Келіңіздер. Allah razı olsun. Осы Қарабура әулие бабамыздың осындай игі асын ұйымдастырушылардан ағалар келіп осындай ниеттің барын білдіргеннен кейін арнайы бірнеше діни қызметкерлер Құран шығардық. Сайысқа деп жаңағы жақсы біздің сауатты оқырмандарымыз осы діни әріптестеріміз осы жерде іріктелген ішіндегі діни қызметкерлер келіп отыр. Баршаларымыз сол арнайы шығарылған Құранды бағыштауға рұқсат етіңіздер. Алла Тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Hak Subhanahu wa Ta'ala okulan Kur'an ayet sürelerinden çıkarılgan, audarılgan Hatim Kur'an'dan hasıl boğan soğatta özümün razılığın üçünde Karabura Avliya atamızın ruhlarına hassatan ayrıca hadiye kılıp bağışladık. Allah Ta'ala'nın cenede olsa Avliya babalarımızdan taragan barça ұрпақтарына хақылы болған әруақтарға және де барша осы қол жайып келіп отырған баршаларымыздан ұрпақ әулеттерден хақылы болған әруақтарға әулие ұлықтарымыздың рухтарына бағыштадық. Аллахтан рахмет, пайғамбарымыздан шапағат болғай. Аллах Субхану ва Тағала Құран нұрымен қабырын нұрландырып, қияметтің күні жүздерінің жарық болуын, Құранның шапағатшы болуын Аллах өзі нәсіп етті. Аллах жолында жасалған мына барша ихсандарды өз құзырында қабыл етіп, Аллахтан осы ізгіліктің жанында жасалған дұға тілектерімізді қабыл етсін. Ел іргесі аман болсын, тиіштік болсын. Аллах Тағаланың бәле-желерін аман сақтап, тілектеріңізге, мұраттарыңызға жетіп, берекелі жақсы өмірді Аллах баршамызға нәсіп етсін. Ва саллаллаху аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Нет, қабыл болсын. Амин, қажеке. Allah kabul olsun inşallah.
Ал ағайындар мына бүгінгі асқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен ағайындар келіп отыр. Ақсақал қарияларымыз келіп отыр. Талай профессор, академик, ғылым докторлары келіп отыр ағайындар. Сондықтан да жақсы сөз жарым ырыс дейді. Мына тілекті бастайық, жақсы өсиетті сөздерді бәрімізді қостап отырайық. Мына Қарабура қорының тұңғыш президенті болған ғылым докторы, академик, профессор Абдырахман Омбаев ағамыз келіп отыр. Осы кісіге берейік, көкемізге. Және де Қарабура мәдени орталығының президенті Мұсағали Дуанбек ағамыз, ғылым докторы ол кісі де. Осы кісіге, екі кісіге сөз берсек ағайын. Қабыл алыңыздар. Құрметті созақтық түркістандық ағайындар, жерлестер, жалпы бүгін үлкен бір іс-шараның үстінде отырмыз. Бүгін мына Қарабура әулие қорының құрылғанына 20 жыл толды. Жаңа көпшілік айтып отыр ғой, 20-ші рет ас беріліп отыр деп. Мен айтқан болар едім, бұл 20-ші ас емес, бұл 27-ші ас. Өйткені 20 жылда Қарабура қоры құрылғаннан кейін 20 ас берілсе, одан бұрын да біздің ағайындар бұл мәселені қолға алып, осының төңірегінде көп еңбек етілді. Ас берілді бабаға арнап. Алғашқы асты Түркістан қаласында Шорағамыздың үйінде өткізілді. Сол аста осы бабаның басындағы іс-шараға үлкен бағыт берейік. Осы бабаға байланысты Қарабура әулие қорын құрайық деген әңгіме басталған болады тұғын. Міне сондықтан да мен осы жерде бүгін сол біздің Шора ағамыз 75 жылға толып отыр. Сондықтан осында барлық ағайындардың көзінше, барлықтардың азының атыңыздан осы Шора ағамызды 75 жасқа келген мерейтоймен құттықтап, деніне саулық тілеп, жеңшем екеуі бақытты өмір сүріп жатқан өмірдің арғай жалғаса беруіне тілектестігімізді білдіріп, Шәкеңнің иығына бір шапан жабайық осы ағайындардың атынан. Бір жақсы қол жауап Шөке бергізіңіз бір, елдікті бар, ордасында шапан жабайық. Осы басында жеңшемді қасып отыр. Жеңшем екеуі ұл қыз тәрбиелеп осындай үлкен қуанышқа бөленіп отыр. Тағы да құттықтаймыз. Енді жаңа ағайындар айтып кеттім ғой, 27-дей ас берілді деп. Осы жерде айтуым керек, қор құрылғаннан кейін мына Сарысу ауданында, Шардарада, Арыста, осы Созақта, Ақтөбеде, көптеген жерде тағы да осындай астар берілді. Осының бәрі осы бабаға бағышталған астар. Сондықтан да мен ойлаймын, біз кезінде осы қорды дұрыс құрдық. Кезінде жалпы мынау бабаға бағышталған іс-шараны дер кезінде қабылдадық деп. Мен айтқан болар едім, жалпы ең алғашқы осы осындай бабаларымызды Қазақстанда қолға алу осы біздерге бұйырды. Біздер осыны бастадық. Сондықтан да мінекей бүгінгі таңда бүкіл қазақ жерінде қаншама салтанатты осындай кесенелер тұрды. Осының бәрі еліміздің бүгінгі президентінің саясатының дұрыстығы деп мен есептеймін. Жалпы мынау біз созақтықтар үшін, сарысулықтар үшін,
мына беріліп жатқан ақыстың өзі біз өзіміздің бір түп жеріміз осы деп есептейміз. Неге дейсіздер ғой? Өйткені сонау 17 ғасырда батыстан жетірудың 5 баласының ұрпағысында көшкен. Олар алшын тамалар, жағалбайлар, рамадандар, телеулер. Мен кешегі осы жерде көптеген зерттеулер қажет қазір таңда. Мен ғалым есебінде айтқан болар едім, кешегі Түркістанда өткен конференцияның өзінде осы бағыттағы әңгіменің төңірегі. Өйткені қазір мынау біздің ұлы көшті зерттеу өте қажет. Өйткені бұл жаққа қаяқтан келді, қалай келді. Тіпті қазір айтады, мысалы, біз ауызға шейін алшын тама дейтін болса, соның өзі неге алшын тама екенін ешкім білмейді бүгінгі таңға дейін. Қазір алшындарды басшаға қосқысы келеді. Бірақ кешегі ғылыми конференцияда болған әңгіменің төңірегінде бір Леспек Әлімқұлов деген ғалым тамам мен алшын екеуі бұл бауырлас, екеуі бір туған, бір әке бір жерден туған деп келтіріп отыр. Осының рас өтірігін біз тағы білмейміз. Екінші мәселе Қарабұра бабамыздың Қожа Ахмет Яссауидің жаназасын шығару мәселесі. Осы мәселенің төңірегінде де әлі ғылыми деректер толығымен жеткен жоқ бізге. Осы бағыттағы жұмыстарды қазір біз түбегейлі зерттеуіміз керек. Мінекей 20 жылда біз өзіміздің Қарабұра бабамыздың басындағы кесенені, өзіміздің жаңағы осы бабаның ұрпақтарын қалыптастырған болатын болсақ, ендігі кезек осы бағыттағы көп жұмыстар болады. Жаңа Темір бауырым айтып кетті менің, Қарабұра қоры қайырымдылық жасап, мына студенттерге басқаларға көмектесу керек деп. Мен енді алғашқы Қарабұра қорының қазірде сол президенттігін жүрмін ғой енді. Мен бірнеше рет осы ағайындарға айттым, осы президентті біреуіңіз алып басқарыңыздар деп. Бірақ менде әлі ешкім алмастыра қойған жоқ. Сондықтан да мынау жаңағы қайырымдылық жөніндегі мәселе. Біз Қарабұра қорын құрған уақытта мен осы ағайындарға айтқам. Бір-екі мәселеге мән берейік. Бірінші мәселе ол елдің ынтымағы мен бірлігі. Ешқандай саяси оппозицияға, саяси басқа бағытқа біз кетпейміз. Біздің бабамыз әділ, ақ, таза болған адам. Сондықтан да осы бабаның жолымен жүруіміз керек. Баба ел үшін, халық үшін барлығын істеген жан. Сондықтан да осы төңірегінде біз жұмыс жасауымыз керек дегенбіз. Сол жұмыс келе жатыр. Екінші мәселе қайырымдылық мәселесі жөнінен. Қор қайырымдылық қор емес ағайындар. Оны түсініңіздер. Қор қоғамдық қор. Қоғамдық қор деген осы ағайындардың сол қорға кірем дегендердің бәрін кіргізіп, соның төңірегінде жұмыс жасау керек. Мен енді сіздерге айтқан болар едім, 1997 жылдан кейін, осы бабаның басына кесен тұрғаннан кейін, ешкімнен көк тиын жиналған жоқ Қарабұра қорына. Қарабұра қоры өзінің жұмысын мен өзімнің жеке қаржым есебінен, содан кейін мына бизнесмен інілерімнің қаржы есебінен. Мағауия бар, Нанабек бар, Ерғазы бар, Қасымбай бар, осындай толып отқан азаматтар бар. Мен соларға тапсырма берумен болдым. Өйткені Қарабұра қорына ақша жинасаңыз, ертең оның жанжалы көп. Қор деген, ақша жинау деген бұл жалпы жанжалы көп нәрсе. Сондықтан да алғашқы қорды құрған уақытта жаңа қайырымдылық мәселесі темеге. Соның төңірегінде әңгіме болып, маған бір студенттер келді. Мен Мысырға барып оқуым керек, Анаяққа барып оқуым керек. Әрқайсысына $10,000 ондай қорда қаржы болуы мүмкін емес қой. Сондықтан да мінекей біздің міндетіміз мына бабаға қызмет істеу. Бір жеке тұлғаға жұмыс жасау емес. Елден жинап біреудің баласына немесе біреудің жаңа қиналған жағдайына көмектесетін жағдай емес ол. Сондықтан да мінекей бұл осы іс-әрекетті осы уақытқа шейін біз ұстап келдік. Мына баба басындағы жұмысқа келетін болсақ, баба басындағы жұмысын кешеде айтып кеттім. Шын мәнінде де біз қор құрған уақытта құрал айтқан бізге, мына бабаның басындағы кесенені мен өзім мойныма аламын деп. Ол өзінің жаңағы әрекетін, іс-шарасының бәрін осы бабаның басында мына кесенеге жұмсады. Міне бүгін көріп отырсыздар ғой, кесененің басы қандай тамаша, керемет. Барлығымыз келіп кешеден бері демалып отырмыз. Осының бәрі Құрал Ержановтың істеген үлкен еңбегі деп мен есептеймін. Жалпы кешеде айтып кеткен ескі кесене бұзылған уақытта бұл не болады? Арғай бұның жағдайы қалай болады деген ой бәрімізді толғандырды. Мен қазір Алматыда тұрамын, Алматыдағы сондағы Қойшыбай Мақашев ағамыз бар, Асанәлі ағамыз бар, басқа да азаматтар бар. Солардың бәрі бұл қалай болады екен деп, Құрал ауырып қалды қалай болады деп. Бірақ Аллаға шүкір, Алла тағала Құралды қолдады, Құралды жебеп желеді.
мынау алғашқы өзінің біз мына Шораға екеумізге 80-ға үшеумізге айтқан ойы іс жүзіне асты. Бүгін көрдіңіздер, ар жағында Қарабұра бағытта жатқан жері қандай екенін. Мінекей осының бәрі істеліп жатқан үлкен іс-шара. Енді жалпы осы елімізде қандай жұмыстар жасалып жатыр? Өздеріңіз білесіздер, Есет Батыр. Бұл да осы Қарабұра бабамыздың ұрпағы. Есет Батырдың келесі жылы 350 жылдығы. Осыған байланысты қазір Қызылорда облысы, Ақтөбе облысы осы үлкен іс-шараға дайындалып жатыр. Бізбен менен хабарласып отыр. Біз қазір осы іс-шараның төңірегінде қазір жұмыс жасап жатырмыз. Екінші мәселе Бегімана. Осында қызыл отырып отқан шығар, мынау Алтай ағамыз бастаған қызыл отырып отыр. Бегімананың мәселесі көптен қозғалмаған мәселе. Бегімананың мәселесі тың жатқан мәселе. Оны ешкім осы уақытқа шейін тек қана біз осы Қарабұра кітабында Илья Жақанов ағамыз түбегейлі жақсылап жазды. Басқа ғалымдар жазған, но бірақ ол әлі іс жүзіне аспаған. Қызылорда облысының әкімі Көшербаев Қырымбек бауырымыз арнайы қаржы бөліп, Бегімананың басындағы іс-шараны қолға алып, сол жерде көптеген Өшеданес деген інді отыр, олар осында келді бүгін. Осы үлкен іс-шара бейіт жасалынады. Октябрь айында мынау көп шапағат тиіп жүрген, тіпті әйел азаматтарға шапағат тиіп жүрген біздің Бегімананың басында үлкен ас беріледі. Мінекей осының бәрінен хабардар болыңыздар, осының басында жүретіндей біздерге күн. Жаңа енді Құдайберген ақсақал бата беріп кетті. Мына батасы да жақсы әңгіме айтты бірлік пен ынтымақ туралы. Сондықтан ағайындар, мен сіздерден өтінем, мынау жан-жақтан әртүрлі ой пікірден аулақ болайық. Елдің бірлігі мен ынтымағында болайық. Бір таманың ішінен бірнеше қор құрып алып, әрқайсымыз әр жерден мен мынаумын деп көкірек қағып жүре бермейік. Мен мысалы осы тама қорын құрамыз деген отыр, мен айтқам, сендер тама қорын құру не аласыңдар? Одан да Қарабұра қорына біреуің неге болыңдар, мен сендерге берейін деп, осындай деп. Сондықтан ат төбеліндей тамалар, мен сіздерге айтатыным, бірлік пен ынтымақтарыңызды сақтаңыздар. Ақсақалдарыңыз ақсақал жолымен жүріп, жастарыңыз жастар жолымен жүріп, үлкенді тыңдап, мынау елдің ортасында біздің осында жеткен дәрежемізді бүлдіріп алмайық. Біз қазір осы Қарабұра қорының төңірегінде дәреже өздеріңіз көріп отырсыздар. Қарабұраның басына дәреже өте биік дәреже. Кешегі Түркістанда өткен конференцияның өзі бұл өте биік конференция. Ондай конференцияларды көп өткізілмейді. Сондықтан да осы басымыздың басы қосып отқанның өзінде осы ынтымақтың бірлігіміз, осы уақытқа шейінгі өзіміздің ауызбіршілігіміз, осы уақытқа шейінгі Қарабұра бабамызға деген ынтымағымыздың бірлігіміздің арқасы. Сондықтан сіздерге тілейтінім, бабамыздың шапағаты жауап берсін. Сіздерді әрқайсыңыздың жанұяларыңызды желеп жүре берсін. Әрқайсыңыздың жанұяларыңызда жақсылық, өз бастарыңызда бақытты өмір, бақ дәулет мол болсын деп тілеймін. Рахмет назарларыңызға. Құрметті ағайындар, құрметті бауырлар, кешелі бері мәресіге болып бабамызды ұлықтап ас беріп жатқан Түркістанға ағайындарға көп рахмет. Кеше көлікпен тіпті мынау дастарханның өзін, тіпті мынау столдардың бәрін өздері алып келіп отқаннан бәрін көріп ырза болдым. Ал енді мынау бүгінгі істеліп жатқан іс-шараның өзі осы 20-шы рет істеліп жатқан іс-шара екенін барлықтарыңыз біліп отырсыздар. Ол шақыру билетінде жазылған дүние. Сондықтан 20 жыл осы Қарабұра қорының шаруасын ары қарай жандандырып, бабамыздың басындағы кесененің бүгінгі күні жарқырауының себебіне үлкен шаруа, үлкен іс себеп болды. Мынау жаңағы Қарабұра мәдени қоры деп таныстырып жатыр ғой мені. Сол айтпақшы 2009-дан бастап біз мысалға әрбір облыста Қарабұра мәдени қорларын құрдық. Қазір 8 облыста Қарабұра мәдени қорлары бар. Оның негізгі мақсаты облыстағы ағайындарды осы тірлікке тарту. Ағайындар осы Қарабұраны тек қана жылына бір рет келіп осында ас ішіп, Құран оқып қайту емес, оларды сол тірлікке атсалысып, жыл 12 ай ауылдарына барғаннан кейін осы мәселені құлақтандырып, елге жеткізіп, өздері сол тірліктің арасында жүру үшін сондай шешім қабылдағанбыз. Бүгінде 8 облыста Қарабұра мәдени орталығы бар. Соның қазір өкілдерінің барлығы түгелдей келіп отыр. Ойлаймын қазір тағы да ол кісілерге сөз беріледі. Негізгі біздің шаруамыз тағы да жаңа облыстарды осы Қарабұра қорының маңайына тарту. Бүгінде жаңа облыстардан жақсы бауырларымыз келіп отыр.
Қарағанды облысы биыл жаңадан келіп отыр, Қостанай облысының азаматтары келіп отыр. Солай сияқты біз қанатымызды кеңейтеміз ба деген сондай ойымыз бар. Бұның барлығы бабаны ұлықтау, бабаланы елге жеткізу. Кеше мысалға Түркістандағы үлкен конференция болды. Бұл бізде Қарабұраның осы асының төңірегінде 5-ші рет болып жатқан конференция. Біздің жаңағы негізгі ойымыз елге жеткізу. Себебі бір мысал келтірейін, бұл ойынды не үшін айтып тұрғанымды. Осыдан 1-3 жыл бұрын Астана қаласында бізде этнопарк бар. Астанаға барған азаматтар барлықтары барып көріп жүрген шығар. Ол парктың жаңағы Қазақстанның әрбір өңірінен жаңағы макеттері бар. Сол жаңағы этнопарктың директорына бардым мен. Ол техника, ойбай, өзі профессор кісі екен, әйел кісі. Тарих ғылымдарының докторы, профессор кісі. Мен ол кісіге кірдім де айттым, осы Қарабұра кешенесін осы мынау оңтүстік Қазақстан облысының жаңа картасына қояйық десем, жаңағы әйел кісі сонша шалқақтап, Қарабұра деген кім дейді? Сол айтпақшы, ғылым жаңағы тарих ғылымының докторы, профессор Қарабұраны білмей отқанда басқа халық қалай біледі? Сондықтан біз жаңағы мынау мәдени орталық әр облыста ашып, оларды елге Қарабұраның кім екендігін жеткізу, ол өте күрделі, өте қиын да шаруа, соны әрі жалғастырып жатырмыз. Амандық болса, жақында осы Қарабұра мәдени орталықтары Қостанайдан, Оралдан, Қарағандыдан ашылама деген сондай үмітіміз бар. Сондықтан осы іс шара ары қарай жалғасып жатыр. Енді осы тұрғыда жаңағы құралағаны кеше көрдіңіздер, ол кісі кеше осы бүгінгі асқа шыдамай қайтып кетті. Ол кісіге денсаулық берсін, Алла аруақтар қолдасын. Сіздер де енді жылда өстіп сіздермен қауышып тұрайық. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Бабамыздың рухы бәрімізге дем беріп қолдасын бізді. Амандықта жылда осы Қарабұра басында жүздесуге Алла жазсын. Рахмет сіздерге. Рахмет аға, ниетіңіз қабыл болсын. Алағайындар баршаңызға да ниет қабыл болсын демекпін. Алдарыңызға ас қойылып отыр. Астан ала отырыңыздар. Біз кезекті сонау Ақтөбеден ат терлетіп келген, еділ қариямыз бастап келген, Ақтөбеден келген қариямызға берейік. Және де Атыраудан келген Қаршыға ағамыз бар. Қарағандыдан келген Балапан ағамыз бар. Қостанайдан келген Азамат ағамыз бар. Қос кісілер шықса, бір ауыз жылы лебіздерін, жақсы бір тілектерін білдірсе, келіңіздер. Құрметті ағайын, біз Ақтөбе облысынан келіп тұрған азаматтарымыз, былтыр Құдайға шүкір, біз 19-ші болып осы Қарабұра бабамызға ас бергенбіз. Енді соны эстафетасын биыл Түркістан менен Кентау қаласының азаматтары алып, міне бүгін жалғастырып отырғанына өте ризамыз. Барлық халқымызға, елімізге, өмір жастарының бәрінде ұзақ болсын, дендері сау болсын, бүкіл балдары, бала-шағаларының рақаттарын көріп, балдары ел билейтін ел азаматтары болсын, ағайын тума тегісінен аман болсын. Отырда отырған болған жора 75 жасын құттықтай отырып, көп рахмет осындай бастаған үшін біздерді Ақтөбеден шақыртып осындай қонақ қылып жатқанына көп рахметімізді айтамыз. Қарабұрамыз бабамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын, иманы жолдасы болсын, қараңғыр Құранның нұрымен нұрландырсын. 8 жұмақтың есігі ашық болып, жұмақтан 10 берілсін деймін. Енді мынау мені Ақтөбеден келген кімаларым бәрі де орындан тұрып көрсетілсін деймін. Ендігі бір жағдайым менің бір былтыр бір шамалы қателік жасап алған шығарым, көстіре барады жүреді дейді. Мына Ақтөбеден келген жігіттер осы арада былтыр Сейфулла мырзаға шапан берілмей қалғанды. Сол Сейфулла мырзаны осы арада ортаға шақырып, мына шапанын берсен деймін. Сейфулла қайда келдің? Сейфулла.
айтып едім ғой. Біле былтыр шырақшы ғой. Сейфулла қайда, Сейфулла? Сіз маған берсеңші мен беремін. Ал енді құрметті жамағат, баршамызға атамыздың асына қош келдік. Мына Түркістаннан бауырларына көп рахмет. Енді биыл солардың үлесі тиген екен, өте жақсы ұйымдастырылған, жақсы әңгімелер айтып жатыр. Мына жырларын естідік, өте өнегелі жағдай. Бұл мына Абдрахман ағамыз айтқанымыздай, Қанымыр бабамыздың қоры тек қана ешқандай саясатқа араласпай, бейбітшілікке жақылып, халықты бірлікке шақыратын қоры болып жүре берсін. Бәріміз атсалысайық. Қазақстанда түкпір-түкпірінен тамалар баршаңызға қош келдіңіздер. Осы 10 жылдан бері осы атауымыздан келіп жыл сайын аспаққа асып жатырмыз. 2012 жылы өзімізде бердік. Баршаңызға қолдап атамыздың армағын асылдай түсейік. Мына жерде мына Құрал ағамыз айтты. Сексенбай ағам отыр, Абдрахман ағам отыр. Олардың еңбектері зор. Енді біздің қолымыздан қайтса Алладан қайтсын. Балдарыңыздың рахаттарын, қызықтарын көріңіздер. Аман болыңыздар. Қадағай аман болсын баршамызда. Амандықта кездесейік. Атамыздың армағы қолдасын. Мына енді Сейфуллаға менің өзім мына қасымда шөберем еріп келіп, сонымен бірге міне. Ал құрметті қандас бауырлар, мынау қазақ елінің жерлерінен жиналған, әр қиырынан келіп отқан адамдарыңызға нұр жаусын. Бүгінгі қара бураның асына жиналып отқан туыстар. Мынау біздер осы жерге Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Қолтөбелектен келіп отырмыз. Жаңарқа ауданында 3 ауыл, 3 совхоз кішіміз бар. Солардың атынан келіп отқан азаматтарымыз. Тарих қашан ұлтақ болып кететін болсақ, осы жерге кезінде бабаларымыз ат ізін салып, Түсіп Батыр деген әкемізді жерлеген екен осы қара бураның түбіне. Енді бүгін күндері жер болып кеткен, дегенмен алдағы уақытта артында қалған ұрпақтары бар. Сол кісіге тас қою мәселесін осында басқа отқан азаматтармен келісіп сөйлесіп жатырмыз. Алла қаласа, уәдеге жететін болса алдағы уақытта болып қалатын іс-шара деп есептейміз. Ал мынау жасап жатқан осы жердегі ұйымдастырушы Түркістан қаласының қалалары, сол жақтан келіп отқан қонақ-қонақ кісілерге көп рахмет. Бүгінгі асты жүргізіп жатқан осындай жоғары деңгейде өтіп жатыр. Осы ұйымдастырушы спорт ұйымдастырған бұрынғы ағаларымызға осы жердегі осы кеседен салып, осы төңіректе осындай асты жылда ұйымдастыратын ағаларымызға рахмет айтамыз. Ағамыздың рухы, бабамыздың рухы бәрімізді осы тамаларды жиналған барлығымызды қолдай берсін. Тыңдарыңызға рахмет. Топырақ торқа болсын. Құрметті қауым, құрметті қауым, осы Қостанай жақтан келіп жатырмын. Біздің жақта тамалары аз. Бірінші ретте осы атамыздың қасына, қара бураның қасына келіп жатырмыз. Рахмет. Қуанып жатырмыз осы. Туыстар көбейе берсін. Астары қабылды болсын. Жылда жыл осында дастарханда кесте берейік. Рахмет. Рахмет ағалар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал астан алып отырыңыздар. Мына келе жатқан ертеңгі ораза құтты болсын, баршамызға қабыл болсын ниеттер.
құрметті бүгінгі жиынға келген қонақтар, қадірлі ерлестер, ағайын туыс, бауырлар, бабамыздың жан-жақтан келген ұрпақтары, бүгін міне кешелі бері алдын күннен басталған мынау дәстүрлі жиынымыз бабамыздың әрбір ұрпақтары бабасын іздеп, осы бұрынғы мынау ораза айына байланысты былай ілгерілетілді. Болмаса 12-сі 13-ші жұлдызында айының біз бас қосатынбыз. 20 жылдығы жөнінде қалай ұйымдастырылғаны, неден басталғаны бәрі айтылды деймін. Алдымен біз осындай жағдайға жеткізген, біздердің бәріміздің осындай салтанатты жағдайда бабамызды іздеп, бабамыздың жоқтарын түгендеп, өзімізге үлкен бағдаршам, өмірімізге жолдама етіп алып, біздің имандылық жолындағы бабамыздың істеген істерін ары қарай жалғастыру үшін, ұрпақтарымыз иманды болу үшін не істеуіміз керек деп осы бабаны жиналғаннан біз осы әңгімені айтып жатырмыз. Алдымен үлкенге құрмет, ата-анаға құрмет, біздің жастарға айтатынымыз. Сол ата-анаға жасаған құрмет, Аллаға құрмет дейді. Сондықтан біздің осы бастаған істеріміздің осындай дәрежеге жеткенінің өзі, міне біз өзіміз қуанып, біздің осы бастап берген ісіміз ары қарай мына бауырларымыз, біздің ізбасарларымыз ары қарай жалғастырып, міне бүкіл елді республика көлемінен шығып, халықаралық жағдайға дейін жетіп жатқаны өте қуаныштымыз. Қазір көріп отырсыздар, басқа елдерден, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Татарстаннан, Башқириядан келді кеше қонақтар. Бізге солар хабарласып жатады. Осының барлығы әрине біздің бабамыздың аруағы шығар. Біздің осындай ұрпақтардың, ата-бабаларымыздың меймандостығы шығар. Ата-бабаларымыздың осындай үлкен қасиеттері шығар. Сондықтан біз өте қуаныштымыз осындай дәстүрлердің жалғасып жатқанына. Ал енді бұндай жағдай именно біздің теріскейдің төрінде осы бабамыз келіп орналасып, біздің әсіресе теріскейліктер үшін үлкен бақ. Сондықтан біздің созақтың азаматтары әр уақытта өзінің тектілігін білдіріп, басқа адамдарға әр уақытта өздерінің барлық жүріс-тұрысымен, барлық қадір-қасиетімен үлгі көрсете болуы керек. Енді айтып жатқан нәлердің бәрін көріп отырсыздар. Кеше ғана осы бабамыздың басына міне біздің әлгі кіші жүздердің тамалардың есінен шығып, қоңырат аталарымыз келіп ас беріп жатыр. Мұның өзі біздің бабамыздың сондай қоғамшылдығын, ынтымақшылдығын білдіріп жатыр. Бұдан тыс басқа үлкен ауылдың азаматтар келіп өздерінің ата-бабаларының осында келіп ас қойып жатқанның өзі біздің бабамызды мойындап, біздің бабамызға деген олардың да құштарлығын білдіреді. Сондықтан біз әр уақытта осыны жоғары ұстап, осы бабыға сәйкес жұмыс жасауымыз қажет. Ал менің айтатыным, мынау келген жасап жатқан, ас беріп жатқан кешегі Құрбан ата, Қоңырат аталардың берген астары, бүгін міне ерлі түркістандықтар мен кентаулар азаматтарының беріп жатқан ниеттерінің бәрі қабыл болсын дейміз, астары ниеті қабыл болсын. Осы бабаны әр уақытта құрметтеп, өздерінің осы өнегесімен жастарға үлгі бола берсін. Алла тағала ниетімізді бәріміздің қабыл етіп, бабамыз іздеп келгендердің барлық келген ниеттері қабыл болсын. Амин. Аллаху Акбар. Мінекей кешеден бері байқап біліп сезіп жатсыздар. Мынау атамыздың рухы, атамыздың құдіреті, қаншама бауырларымыз жинап, жаңа айтып жатыр 20 жыл болды дейді. Осы мінекей байқап көріп отырсыздар біздің бірліктерімізді. Ол тамақ айындардың мінекей жиналғандағы қандай дастархан жайып сіздерді құрметтеп, қонақ қылып, бауырымыз, қара боран ұрпағы деп, Түркістанның тамалары мінекей дастарханы жайып жатыр. Мұнда Құдайдың бергені, барлығымыз, бірлігіміз, дегенде осы ауызбіршілігіміз Құдай жағынан болсын. Мына қара боранымыз атамыздың рухы жебеп желе жүрсін. Ал енді тоқталып айта кететін болсақ, біздің Қызылорда облысында Құдайға шүкір қара боран ұрпақтары қарап отқан жоқ. Біздің облыста қара бора үлкен көшесі бар. Облыстың орталығында ұзын көше, енді қара бора есімі берілген.
осы арада бір сыпыра кісілер сол ашу салтанатына қатысты. Бегім ана көшесі бар, ол да қаланың орталығынан берілген. Есет Батыр көшесі бар. Осында құрметтерді айтып, Қызылорда қаласының қамаларын жасап жатқан еңбектерін айтып мақтануға болады. Мынау отырған үлкен навес сәкіні баспана астында отырсыздар. Осыны Қызылорда қаласындағы ағайындарын салған мінекей Қарабұра атамызға мінекей сіңірген еңбегі деп білуге болады. Өстіп әр тама өз адасын өз қолдап, әр кезде келгенде бір тал полекстерді мысалы, ол да үлкен құрметтеп білемін. Сондықтан мына сыйлап, құрметтеп, шақырып, шай беріп отқан Түркістан тамағайындарына рахмет. Дегенде жақсылықта келісейік, дастархандар тойға жайылсын, амандықта келісейік. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына мен Түркістаннан келген Божбан боламын, Қоңыраттың ішіндегі. Бұл кішіздің ішінде Тама деген халық өте бір ержүрек халық екенін біз жастайымыздан кітап оқығанын білеміз. Кіші жүзді дауға қой, кіші жүзді жауға қой, орта жүзді дауға қой, ұлы жүзді қолына қақ беріп, халға бер деген. Сондықтан мен жас кезімде, студент кезімде осы кіші жүзге бір жақындайшы. Бұл өзі мықты халық қой. Мен де ұрпақтары сондай болсын деп, мына Сарысу ауданының Таманың қызын алған, үйленген мен. Сондықтан мен сіздерге алыс емеспін. Мына Қарабұра да бұл кісі менің жанында ұрпақтарымның бабасы болып келеді. Ал енді бұл Қарабұра деген кісі тек қана Таманың емес, бүкіл түркі халықтарының ортақ бабасы деуге де болады екен. Өйткені кеше Түркістанда конференцияда сана Башқұртстаннан, Қырғызстаннан, Татарстаннан небір ғалымдар келіп сөйлеп, өздерінің Қарабұра деген ықыласын сондай керемет айтып жеткізді. Сондықтан да мен білемін, бұл Тама ағайындардың ауызбіршілігінің мықты екенін, олардың бір-біріне өте құрметті сыйлап, үлкенді кішіні құрметтейтінін жақсы білеміз. Сондықтан да мына Түркістан менен жаңағы Кентау қаласының істеп жатқан іс-шарасы, беріп жатқан садақасы қабыл болсын ағайындар. Мына Қарабұра атамыздың жатқан жері өте керемет жақсы жері, жатқан жері жайлы, топырақ торпа, бол иманы өзіне серік болсын. Ағайындар, сіздерге тек қана жақсылық дейміз. Қарабұра бабамызға тек қана сіздеріміз барлығымыз бірдей баба деп сыйынамыз, бұл кісіні құрметтейміз. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Ал енді құрметті асқа жиналған қауым, мынау бәріңіздің ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін мына Шәкен бастаған Түркістан қаласының, Нұрекен бастаған Кентау қаласының азаматтарының ұйымдастыруымен үлкен ас беріліп жатыр. Міне осы кісілерге үлкен рахметімізді білдіреміз. Осы мына Түркістанның екінші түлеуіне Ахмет Яссауидің қандай ықпалы болса, шарапаты тисе, мынау біздің Созақ елінің осылай өркендеуіне біздің Қарабұра атамыздың, бабамыздың шарапаты тиіп жатыр деп есептейміз. Мына көріп отырсыздар, қандай ел жиналып, арқа-жарқа бір әулиені еске алып, бәрі риза болып жатыр. Құрметті жиналған қауым, мына Қарабұра әулие, біз бұрын әулие деп, бабамыз деп келсек, бұлай шындығына қарасақ, кеше Түркістанда неге қатыстық? Түркістанда ғылыми конференция қатыстық. Сонда ашылған нәрсе, бұл кісі Қарахан мемлекетінің көсемі болып, негізін соны қалауға үлкен атсалысқан кісі екен. Ол деген сөз, сонау Ауғанстанның бер жағынан бүкіл мынау түркі халықтарының барлығының көсемі болған. Сондықтан біз енді бұған мақтанбасақ, ешқандай анау-мынау дейтініміз жоқ. Айналайын мына бауырлар,
Мынау Алла бәріңіздің ниеттеріңізді қабыл етсін. Бұл кісінің осы күнге дейін 1000 жыл өмір сүріп келе жатса, бұдан кейін де қанша мың жылдар өтер. Бірақ қазақ халқы, қазақ жұрты тұрғанда еш уақытта жұлдызы жарқырағаннан басқа ештеңе болмайды деп есептеймін. Осының арқасында халық жиналып, бірлікте болып отыр. Біздің Нұрсұлтан Назарбаев патшамыздың саясатының өзі сол. Елді біріктіру, ынтымаққа шақыру сол. Міне сол мақсат бүгін орындалып жатыр деп айтуға болады. Енді мен айтайын дегенім, осы Әбдірастың жарасқанының бір ауыз өлеңімен аяқтағым келіп тұр. Мәдинада Хақ Мұхаммед, сиынарым, сүйерім, Түркістанда Қожа Ахмет, тағынарым киелім. Киелімді ақ арулап жерге берген сүйемін. Қара бура әруағына мен де басым деймін, сен де басым дейсің. Рахмет барлығыңыз деймін. Құрметті асқа жиылған қауым, мынау Қара бура бабамызға рухына арналған астың ішінде болайын, Құранның ішінде болайын, ағайын туысқанмен қауышайын деп келген әрқайсыларыңызға үлкен рахмет. Мынау мен білетін шариғат былай дейді: әулиелер Алланың сүйген құлы, сүйген пендесі. Сол өзінің сүйген құлдарының жатқан жеріне, қабірінің үстіне айрықша Алланың нұры төгіліп тұрады екен. Сол нұрдан келіп зиярат еткен адамға Алла нәсіп етсе, ауруынан, сырқауынан айыға деген шынайы тілеген тілек дұғасын Алла қабыл алады екен. Сол зияраттарыңыз қабыл болсын барлықтарыңызға. Отбасыларыңызға амандық болсын, тыныштық болсын, береке болсын. Ал енді мынау жаңа осында сөйлеген азаматтар айтты, біздің әлгі Құрал Ержанов önümüzдің әулиеге сіңірген еңбегі, мынау қазіргі мынау абаттандыруына, басқасына, осы ұстап тұруына жасаған еңбегін айтты. Кішкене бейтақтанып жүр. Сіздердің барлықтарыңыздан өтініш, сол азаматтың аман есен жазылып, айығып, ойнап күліп жүруіне тілек болсыңыздар, дұға жасаңыздар. Көптің тілегі, көптің дұғасы қабыл деген сондай сөз бар. Ал енді ертең мынау қасиетті Рамазан айы басталады, бірінші жұлдызы. Сол Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Шамаларыңыз келгендеріңіз ауыздарыңызды жеттіңіздер, Алланың сауабын алыңыздар. Қош келіпсіздер. Келесі жыл дәл осы уақытта аман есен ойнап күліп, төрт көздеріңіз түгел, бала шағаларыңыз аман, бауырларыңыз бүтін, осында кездесуге қауышуға Алла нәсіп етсін. Аумин. Аллаху акбар. Ағайындар, сәл тыныштық сақтасақ. Баяғыда 30 жылдары Аллаху көтерілісі болған кезде, созақ қос көтерілісі болған кезде, дәл осылай көтерілген еді тамалар. Сәл сабыр сақтайықшы ағайын. Өзді таяп қалды, кішкене асымыз аяқ жағына таяп қалды. Сондықтан да кішкене де болса сабыр сақтайық. Білеміз, біз батыр халықпыз, білеміз, біз күшті халықпыз. Бірақ бірлік бар жерде тірлік бар дейді ағайын. Сондықтан да қарияларымыздың батасын алмай, Құранымызды тегіс бақыштап болмай, дастарханымыздан тұрмай-ақ қойық ағайын. Салт дәстүрді сақтайық ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, бауырлар. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған, ақ ниетпен келген, әулиеге басыңызды иіп, дұға қыламыз деп келген барша мына бауырларыма, мына өз атымнан, мына Кентау атынан, Түркістан халқынан, мына ұйымдаушы алқаның атынан көп рахметімді айтып келеді біріншіден. Екіншіден, бүгінгі зейнаттарыңыз бәріңізді қабыл болсын. Мына әулие бабамыз барлық тілектеріңізді бізге демеуші болып, демеп, күш беріп, жолымызда ақ қылсын. Жылдан жылға басымыз көбейіп, 1997 жылы ашылғанда қандай еді, қазір қанша әр облыс айтылып жатыр, келіп жатыр, қосылып жатыр, қырғыз ағайындар қосылып жатыр, ұйғыр ағайлар қосыламыз дейді.
Бұлай есептесек, біздің мынау Қарабура әулие атамыз бүкіл түрік тілдес мұсылмандардың әулиесі болып саналады. Бұны Турцияда жақсы біледі болған, Әзербайжанда жақсы біледі болғанымен. Сол себептен бұл кісі бүкіл түрік тілдес тек тамар едіңіз. Бірақ табанан біздің аруағымызды біз мақтан етеміз. Сол кісіге тағзым етеміз. Сол кісіге дұға жолдаймыз. Сол дұғамыз қабыл болып, барлық осы отырған халықтың барлық отбасыларыңыз аман болып, дендеріңіз сау болып, ешқандай жаманшылық көрмей, мынау алда ертең келетін үлкен ораза айттарыңыз құтты болып, қабыл болып, келер жылы бас аман ел шығыса келесейік. Ай бәрекелді ағалар. Құрметті ағайындар, мынау енді биыл тұрып келесі жылдың шаруасын жобалауымыз керек қой. Бағаналы бері естіп жатсыздар кешелі бері. Келесі жолы Қарабураның асын қырғыз ағайындар береді деп. Енді соның уақыты туралы қазір мынау имам жігіттерімен мен сөйлесіп біліп жатырмын. Муфтият келесі жылы ораза қай күні басталатыны әлі нақтыланған жоқ. Бірақ енді келесі жыл 25 майда басталса, мүмкін келесі жыл Қарабураның асы сол 20-21 май айында болып қалуы мүмкін деген сондай біздің жобамыз бар. Сондықтан соны біліп жүріңіздер. Кеше осы асқа Асанәлі ағамыз келмей қалды. Құрал ағамыз хабарласты, айтады дейді, сендер мені шатастырдыңдар. Осы жылда Қарабураның асы 13-14 июньде болушы еді. Сендер неғып алға қарай жылжытып жібердіңдер деп. Сол айтпақшы, ертең күні өкпелеп жүрмеңіздер. Бұл келесі жылғы Қарабураның асы да биыл сияқты ораза айының басталуына байланысты болады. Соны құлақ қағыс қылып жүріңіздер. Келесі ертеңнен бастап келетін ораза мейрам құтты болсын, барлықтарыңызға қабыл болсын. Рахмет. Ниет қабыл болсын ағайындар. Мына бүгінгі өзі салт дәстүр бойынша дастархан мәзірін батамен ашып, және де батамен жабатын халық емессіз бе ағайын? Сол дәстүріміз бойынша мен осы орталарыңызға Батагөй қаптап шақырғым келіп отыр. Асанхан қариямызды, және де Әбдіхалық қариямызды шақырғым келіп отыр. Осы ауылдың, Созақ ауылының әкімі келіп отыр екен, Әметов Байзақ деген бауырымыз. Ол кісі де келіп, бір-екі ауыз тілегін айтып, сосын соңынан Батагөй қарттарымыз қайырса. Келіңіздер, Әбдіхалық, Асанхан қарияларымыз, Батагөй қарттарымыз келсін. Созақ ауылының әкімі бар ма? Байзақ ағамыз, келіңіз аға. Құрметті жамағат, құрметті ағайын туысқандар, мынау енді өздеріңізге белгілі 96 жылдан бері осы жерде Қарабура бабамызды еске алу, оның мынау үлкен несін көтеру жұмыстарыменен қазір 20 жыл болған екен. Атқарылып жатқанына кеше ғана өздеріңіз естіп жатсыздар. Құрбан атаның ұрпақтары да осы жерге келіп үлкен ас берді. Сонымен бірге мына тамақ айында Түркістан қаласында үлкен конференция өткізіп, ол конференцияға қырғыз халқынан, Татарстаннан, Башкириядан, тағы басқа мемлекеттерден ағайын туысқандар келіп, сондай конференция өткізіп, үлкен қорытындысын осы жерде өткізді. Мінекей, бұл жаңа айтып жатыр ғой, жаңа көкеміз. Бұл Қарабура бабамыз тек қана таманың бабасы емес, бүкіл мұсылманның бабасы. Бұл кісі ең бірінші алғашқы кезде бүкіл мұсылман еліне дін таратушы болып келген. Кейіннен бұл кісі ұстаз болған. Одан Данагөй батыр хан болған деген. Мінекей оның барлығы осы Қарабура бабамызға қандай теңеу жасасақ та, ол сияды. Мінекей осының барлығын ұйымдастырып, алғашқы Қарабура бабамызға мөлшерден кесене салған мынау Оңбайлы Әбдірахман ағамызға, одан кейін Ержан Тұралов ағамызға, осы Созақ төңірегіндегі барлық азаматтарға мында бір рахметімізді айтамыз. Мынау бүгінгі жасап жатқан құрамдарыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Жыл сайын осы жерге келіп, бабамызды еске алу жиынын өткізіп, ұйымдастыра берулеріңізге біз шын жүректен тілектеспіз. Мынау Созақ ауылы деген үлкен киелі жер, 41 мізір әулие қоныстанған жер. Мінекей осы Қарабура әулиемен бірге сол 41 мізір әулие барлығыңыздың ендеріңізге саулықты
Diley oturup gençlerimiz sağ olasın. Her vakta yığan kelgenlerimiz balaşalarımızla azık olsun diye düşünüyorum. Amin Tanrı. Gelingizler Batı'nın katta. Gelingizler Aseke. Köke. Aydınız. Batanızı verin. Vazarattan Allah. Nabızdan Karaburu babamız bugün Türk geline ortak otursun. Amin. Türk halkının ıntımağı versin. Karaburu avliyanın ufakları göçmeni versin. Allah canı olsun. Yapanda ösken kogoruman şimdiye biliyorsun. Baytele geçse Tanrı'dan. Bir de dua kolonunun şimdiye biliyorsun. Tulpan etse Tanrı'dan. Yadağı balapan şimdiye biliyorsun. Sunkar etse Tanrı'dan değil. Ben olsa bugünkü jemine katsı ottan. Yana Karabura avliyanın ortaklarına belirli bayterekte büyük olsun. Katardan oza şamatın tulpadın jüyüm versin. Yeline hizmet etüde talmaytın sonkadın kanatı versin. Allahu Akbar. Amin. Amin. Hürmetli ağaylar, hürmetli Türkistan bağırlar, ülke kişiler, Karabura babamızın ruhu, o sizin erbağa bağırtlarını koldası devanlar etmeyin. O sizin özün kana tamanın kana niyesi kinalı değil. Bütün oğuldu bu tamanın kana şahşıklarını men ricam oldum. Bayağı bastalgandan men alışım olsun da o sizin katsın durun. Niye jinasa da korkmaz da ben de katsın. Kişiye deyin gelecek katsın. Bana şakamda. Yedi bugüsü varlık Türk eliminin niyesi olan ataklı olan kişi eken. Yani bugün bir gazetede okupazım da sonda yazıptı. Buna bala sağın kul kocakımı yazsa uydum. Niyesi ki ya şakir okusu. O sürüsüge katsın olan eken ya. Aytlı Karahan yuvarında o sürüsü ben Türk olurum bastardı. Allah'ına varlığına dileyelim bakan. Varlıklarınızın başlarınız aman olsun, bağırlarınız bütün olsun. Karabura evliyemizin, atamız, babamızın gelip astajını alıp, astar yakında ağayın bölümdürü şeydi, körsüp tavsıkanda, mında bir kuvaştım, rahmet. Olsunca sabıtkan tamamı yigitlerine ödüp, köpten köp rahmet ayla, Kural Abdurrahmanlarga. O şoralarga bizim özüm vermiş orada. Türkistan kalasında prezidentimiz. Ne diyeyim? Oyda, kırdağı, al savunlarda, kalalardağı bizim kişisizin basın olsun otkan, olsunla Karabura babamızın niyesi kasiyeti. Bu degen baş koşulu degen bir kanibet koyuşraktan. Varlığına diyelim. Bak diyor musunum der, olsan kegilerin beri kademlerine gülüm ötsün. Bak diyor musunum cenahım, belediye canadan halktan katerden saklasın Allah. Balaların, onların, kızların, nebeli, şöbürlerinin ömrü rahatsız akıl, sonuç yaksın göz, görgü yaksın Allah. Buna Karabura babam şarafat vermiş kondasın. Ağol deyin. Ağlayınlar, kezekte Kur'an gönlünü vereyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
القوم المسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ثوابه ما قرأناه ونور ما هديناه هدية منا ووصلة منك نازلة إلى روح نبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح أنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح أولياء الله وعلماء الله وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله oğulğan ayak türellerden жасалып жатқан барша бүгінгі қайыр ihsan ізгіліктерден қасыл болған сауаптердің разылығының ішінде себеп болған қарабура әулие атамыздың рух шәріптеріне аттары аталған шежіре болған әулие ұлықтарымыздың баршаларына және де қол жайып қадам басып жатқан баршаларымыздан дәметке қақылар бақтарға бағыштар. Allah'tan rahmet, Peygamberimizden şafakat bolup, kıyamette Kur'an'da şafakat çetkiysin. Allah Teala'm cennedirme bugünkü iyice izgilikte işlerinde özlerinin ülesini bozgan, hizmetini jasagan, hürmet kılgan, niyet kılgan barşalarınızın Allah Teala'm niyetlerinizi, kavul muratlarınızı asıl etip, ömürlerinizi berekeli olup, dünya ahiret жақсылығын versin. Allah Teala köp bolup, barşamız yüzdesip otur, kolumuzda duatletlerimizi Allah kabul etsin, yer ergesin, aman kılsın, hasiyetli Ramazan ayın barşamızga kutlu mübarek kılsın, Allah Teala yıldan yılga izgilikten жетуді nasip etsin. Birahmetika ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber. Ya sağ olun.